Арықтауы қиын адамдарға көруге кеңес беремін. Видеода метаболизмді жақсартып, арықтауға көмектесетін әдістерді айтатын боламын. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Гүлдер пайдалы ақпараттар каналы. Осы іш қатуынан құтылып, тез арықтауға көмектесетін табиғи пайдалы қоспа дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық зығыр дәні, 1 литр қайнаған су қажет болады. Бұл зығыр дәнінің пайдасы туралы интернет желісінен іздеп қарасаңыздар болады. Яғни зығыр дәнінің пайдасы немесе лен деп жазсаңыздар барлық ақпараттар шығады. Бұның пайдасы өте көп: сұлулыққа, арықтауға, метаболизмді жақсартуға, барлығы туралы ақпараттар интернет желісінде толып тұр. Бұл ең бастысы пайдалы қоспа. Және де видеоның соңында басқа да әдістермен бөлісетін боламын. Бұл зығыр дәнін дәріханадан тапсаңыздар болады. Ендеше дайындаймыз. 3 ас қасық зығыр дәнін таза 1 литрлік банкіге салып, оған қайнап тұрған суымызды құямыз. Оның бетін қақпағын жауып, 1 түнге қалдырып қоямыз. Орасаңыздар да болады, орамасаңыздар да болады. Келесі күні таңертең тамақтанудан 20 минут алдын ішу керек. Іш қатуы кетіп, зат алмасу процесі жақсарады, яғни метаболизм артады. Тез арықтауыңызға көмектесетін болады. Қалған бөлігін түсте тамақтанардан алдын және кешке тамақтанардан алдын дұрыс тамақтана отырып метаболизмді жақсартып арықтауыңызға болады. Бұдан бөлек күнделікті тамақтану рационыңызға асқабақ, қайнатылған қызылша және қара өріктің 5-10 данасы күніне, және кебек, сұлының, бидайдың деген сияқты. Одан бөлек айранға, яғни кефирға, касторовый масло немесе оливковый маслардың 1 чай қасығын айранға қосып жатар алдында ішсеңіз болады. Одан кейін өте тамаша көмектесетін әдіс бұл вакуум жаттығуы. Таңертең аш қарынға кіші дәретке барып келгеннен кейін аш қарынға вакуум жаттығуын 5-10 рет жасау күніне. Ол ары кетсе 5 минут алады. Осы жаттығу өте жақсы көмектеседі. Және салат, метелка салаты. Бұл күнделікті тамақтану рационыңызда болғаны дұрыс. Игіліктеріңізге жарасын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Келесі видеода кездескенше.